Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай жасалынатын салаттың рецептісін ұсынамын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ал кеттік, бірге бастайық. Ең алдымен салатқа керекті заттарымыздың барлығын жуып, кесіп, турап алатын боламыз. Салатқа не қосылады барлығын астына описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Осылай қиярымызды ұзынша етіп турап алатын боламыз. Креветки палочкаларымызды да дәл қияр сияқты турап алатын боламыз. Ұзынша етіп қиғашынан турап кесіп дайындап аламыз. Турап дайындап алдық. Енді жұмыртқамызды да кесіп дайындап аламыз. Дайын болды. Енді сырымызды кесіп ұзынша етіп турап аламыз. Турап дайындап алдық. Енді ыдысымызға осы туралған заттарымыздың барлығын салатын боламыз. Ең алдымен қиярды, сосын креветки палочки, жұмыртқамызды, жүгерімізді, осындай керечки қостым. Сыр, дәміне қарай тұз қосып, майонезімізді қосып қалауларыңызша жақсылап араластырамыз. Мінекей араластырып алдық жақсылап. Салатымыз дайын. Ыдысымызға салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, тойымды жасап көріңіздер қыздар. Міндетті түрде маған лайк басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.